Сәлем достарики, домалақ бастарики. Мен отырып осылай влог бастайын деп шештім. Не знаю, мен мынандай бомж түрмен көремін деп ойламаған шығарсыңдар. Білмеймін, желанием ашылып кетті. Короче, бұл қандай бағытта болатын влог екен. Я сама еще не знаю. Менің бетім осылай құртылып кетті. Вот смотрите. Енді осыны осылай емдеп жатырмын. Көрсетейін ба қандай уход қолданып жүргенімді. Осындай доктор Алтайен 345 дейтін кремі. И мынандай мист тоже доктор Алтайен. И витамин С тонер қолданып жүрмін, потому что на пигменттері дейтін пиздейшн хаппинейшн. Өмірімде бір үлкен өзгеріс болатын сияқты. Фокус кеткен. Өмірімде бір үлкен өзгеріс болатын сияқты. У меня такой предчувствие, достар. Мен жақсы салмақ тастап, қайтадан қосып алдым, 4 килограммдай. Енді бұйыртса соны кетіру керекпіз. Мені қараңдар. Бетімді қараңдар, сіп кеткен ғой, сіп. Не знаю, зачем я снимаю. Осылай универде жүрмін. Кешігіп, как обычно. Из өте пунктуальный адам едім мен. Сабақтан шықтым. Дәмін түсірмеппін, құрсыншадай. Асыл ауыз жаратым, короче, мен дейтін зарядкамды ұмытып кеткем. Сол үшін қайтадан шауып барып келдім аудиторияға. Сабақ негізі қызықты өтті. Оны неғып айтадым. Дала дейтін көктем болып жатыр. I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy. Ән достар, менің пикми бибикам тұр. Мына жақ дейтін қар. Эстетично. Если что, Алматыда көрқасындар, бипул жақтандар деп. Вот так вот еще сәл-пәл бардак болатқан бар. Тала тоже бардак болатқан бар. Но смотрите на мои ноготочки. Бұл бір күндік френч алып тастаймын ғой, барып қайттан. Это я. Блин, бетім құртылып біткен достар. Мен эффектпен салып жарым. Если что, без эффекта. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Мындай сумкам бар. Бұны артқа қоямыз. Үскіні қараңдар, ебай. Қазір, потому что машинаға жібек келет. Еще ақша ауыстыру керек жолтай. Ноготочки. Кстати, біз бүгін ауызашарға барамыз. Рамазан айы құтты болсын, кім оразасы қабыл болсын. Мен басында ауыз бекіткем. К сожалению, ауырып, талып, құлап, сосын қайтадан ұстама деді. Поэтому менің қазір аузым ашық. Жаңа Дизи көрген жарсыңдар. Мен Дизиға, кстати, зависимаямын қазір. Мен соңғы влогымнан кейін да құя нәрсе өзгерген. Мен шашымнан бастап түріме дейін, оны ладно, үйге барып айтып берем. Негізі достар, пипец. Кәдімгідей асығып жатыр, но сендерге влог түсіргім келіп жатыр. Потому что андай көктем әсер етіп жатыр ма? Бірсындай күшті настроениемен жүрмін. Осылай универден на жақ ойық шығып барады. Вау, я так сверкаю. Ой, қазір бірлен дейтін осылай машина айдайды. Дизин қыстырып қойып. Біз ауызашарға барып келдік. Конечно же, я ничего не снимала, потому что я забыла. Мынау менің комнатам, түрім ағып кеткен, киім ауыстырып жатырмын. И чувствую себя ужасно. Настроением көт болып жатыр. Не знаю, просто айтқым келмейді блогқа. Мен неделя влог шығарғым келіп тұр, бірақ бүгінгі материал тым аз, поэтому алдыңғы материалдарды қосам.
иншалла. Вообще салар салмарын білмеймін. Менде 1045 видео тұр, монтаж жасалмаған. Бірінші курста сенаттағы видеолар бар, вообще Көлсайға барып, активист болып, ойбай деп жүргендер. Депрессиян болып, депрессиядан шығып жатқанын түсірген бар, арықтап жатқанын түсірген бар. В общем, тақия бар. Если хотите, комментарий жазыңдар, прям мы просим деп. Вот тогда мен андай монтаж жасап деп салып жібере қоямын. Бірақ ол өте ескі уақыт, ол жерде менің мышлением басқа, мен өзім басқамын. Осылай киініп алып, дала прогулкаға шығамын деп шештім, потому что мен 10 000 шаққа жеткізіп жүрмін. И настроением күт болып жатқан үшін барып түзеп қайту керек. Әйкесіне тамақ беріп жатырмын. Ол дәу аяғы ол менің мысығым. Кисуня дейтін новый. Бұны танымаймыз. Мен прогулкадан келе сала комнатам бәрін жинап тастадым. Потому что миымда бардық болған соң комнатам вообще. Негізі менің комнатам всегда таза тұрады. Но прям андай в голове бардак болған кезде вообще әлім болмай қалады комната жинайтын. И бүгін соның барлығын қайтып жинап қойдым. Менің комнатама мини-обзор. Мен әлі үшін жасаймын, оны контент қылып түсіргім келеді. Мына менде туалетный столик жоқ, к сожалению, поэтому заттарым осылай жерде органайзерлер тұрады. Мусор осылай тұрады. Айна бар. И дальше төбеде осылай мен туған күннен қалған шариктер. 20 деген цифра, ана жақта корона, алмау. Мына жерде сол туалетный столикта тұру керек заттар, сумочки тоже пиндодан салатын зат тапсырыс беріп қойғам. Мына менің кроватьтым шашылып жатыр, потому что қазір жатам уже. Менің пикми бибикама алған 2 подушканы неме постельме қойып қойдым кроватьыма. Потому что машинада мыжылып жаман болып қалды, поэтому лучше өзімнің қасымда болсын деп. Вот осындай полный пинк мына жақта. Мынау дейтін Миша, мынау Мими и екеуісі осылай тұрады. Мынау укулеле, мынау үкі мен көп бастырылам, поэтому сондай жаман энергиядан, жаман түстерден қорғап тұрады. Мына жерде бір орындық какой-то, мынау аңсар дейтін інімнің кроватьта. Төбеде ешкім тұрмайды, негізі айтымар жату керек болған. Поэтому төбе тоже менікі. Мынау екінші этаж ғой. Мына жерде контент заттар тұрды, мынаны тазалау керек. I'm so sorry. Мына қалып кеткен бокстар, мен бизнеспен айналысқам, если что. Мына жақ шкаф, вот так вот. Мына жерде стилік фотолар тұрады, түсқапты уже ішіндегілер. Вот осындай мини-обзор. Менің мини-комнатама. Достар, вот такая вот я уставшая, осылай энергиям бір түсіп, бір көтеріліп, негативный эмоцияларымды уборкамен шығарып тастап, бір деп отырмын қазір кроватьымда. И соңғы моменттерде мен денсаулығыммен мынандай проблема болып кетті. Менде мынаншалық трансформация. Мен оның барлығын бір жеке видео жасап, полный, что со мной не так деген сияқты айтып түсіндіргім келеді, потому что вопросов много, ответов нет, короче. Сол үшін де қазір осындай бір қызық моменттерін өтіп жатырмын. Кстати, осылай мен влоговая неделя жасағым келіп тұр, мені ютубты қолға алып. Подпишитесь, без подписки көрмеңдер. Мен танисың ба, танымайсың ба? Но көбінесе таныстарым көреді. Всем привет. Вот такая вот я шизофреничка, десең ойнайтын. Осындай черный юмор сәл-пәл. И, кстати, мен арықтап жатырмын. Аллаға шүкір. Пока что бұрынғы влогтарын көріп кісіңдер изменения бар, енді бетім кішірейген хотя бы. Қазір 20 килограммнан аса тастадым. Енді 15 тағы килограмм, 20 килограмм ойда бар, иншалла. И дальше больше деген сияқты. Соның барлығын контент қылып түсіргім келеді. Ютубқа, инстаға. Бірақ маған андай поддержка, мотивация керек болып тұр да. Мен дисциплинамды реттеп жатырмын. Бірақ бәрібірде бір көтіме жел беріп, бір мотивация керек екен. Поэтому, достар, пожалуйста, подпишитесь, комментарий жазыңдар желательно. И арғарай мен сонда көп, осындай именно ютубқа көп влогтар, видеолар салатын болам. Потому что мендегі тақырып дейтін... Вот, осылайша мен өзімнің бір күнімді аяқтаймын. Ертең кездескенше, ертең уже басқа видео, басқа күнмен салам. Қазір мен бет баласын барлығын өшірем да.
сәл-пәл сериалымды көріп ұйықтаймын, поэтому бетімді жуғанды басқа күн түсірейін. Бүкіл бір күнде түсіріп тастасам тоже неинтересно, и андай энергиям бітіп жатыр. Пока-пока, келесі видеода кездескенше. Сәлем достар, мен, түнде шашыма осындай укладка жасап, носочками істеп жатқам, забыла снимать, потому что мен қазір өте сильно кешіп бара жатырмын, ұйқымнан только что тұрдым. Вообще, шашым күшті, қараңдар. Мына шетті не очень да болып тұр енді. Вот такие, смотрите. Вау. Қазір машинада боянамыз еще. Мына алып салып әйтеуір. Еще кроватын жинаған жоқпын, сумкамды алып, ключімді алып кетейін деп жатырмын. Бибика күтіп тұр осылай. Мен плотно естіп жатырмын. Көтімді айырмаса болды. Солнце светит, а тут велик хакает. Мен сабаққа күнде осылай машинада тұрып қоятын барам. Осылай байыппен. Я видел тебя еще пару лет назад. Становишься так, как ты, сжигает дотла, сжигает тебя, сжигает. Но в себе закид. Сабаққа келдім. 45 уақыт кешігіп. Дала дейтін тема болып тұр. Кстати, френдім жоқ, тырнағым алып отырмын. Енді мен осындай бірдеңе істеп алдым. Сырғамды еді сәтеттім. Вроде норм. Сабаққа дайындығым жоқ. Мына подружкама айтып, Ақгүлге распечатка шығартқыз қойдым. Барым распечатка пұт деп оқып, бір-екі ұрысымды естіп алам да. Сосын өз-өзіме ренжіп кетем сабақтан. Сабақ айтып жатырмыз. Сен фанаттың ғой. Ойбай. Короче, достар, мен сабақтан шықтым. Прям ауа райы кайф болып тұр. Сейчас. Короче, біз қыздармен сөзге келіп қалғанбыз. Потом солармен сөйлесіп, бүкіл ішінде жатқан обидаларын айттым. Олар айтты, сөйтіп түсініспеушілікті шештік. И дальше мен, короче, қарынға самса алуға кеттім. И сөйтіп парковка жаққа машинаға отыруға баратырмын. И үйге барам. Бүгінге планым маманың базарға бару. Еще пиндушынан заттарын кетті, қатты қуанып тұрмын. Вот соларға примерка жасау. И контенттер түсіру наконец-то. Вот, қазір парковкада келе жатырмын. Настроение күшті вроде. Короче, достар, мен өзіме купила самсушку с курицей
и фьюси жидектермен менің ең сүйікті комбом осы. Мен қазір самса анда мұнда сағынып жейтін боламын, потому что менде дефицит калорий, и дефицит калорий жақында ғана бастадым, бір апта болды. Негізі до этого самса көп уақыт болды жемей кеткелі, поэтому қазір самса деген кезде деп жейтін боламын. Вот бұл менің завтрак, обед, ужиным болуы мүмкін, или ужин шет жарман көреміз. Потому что бүгін ауызашардың соңғы күні, и может семьяма күшті бір ужин жасап берем көрем. Менің универім мынау, достар. Универім дегенде корпусым осы. Негізі қазанда оқимын. Ана жақтар международные отношения осылай Казгураттан бөлек жерде орналасқан, қалашықтан. Но прям кайфово, потому что қалашықтан мен үйден келетін болсам вообще ужас болатын еді. Мен, короче, Пиндододан заттарымды алдым. Қазір үйге барып анпакинг жасаймын. Мен үйге келдім. Мына жақта кисуня жүр, бұл бөтен мысық. Мынау менің Пиндоштан алған заттарым. Мынау Лилика. Лилика, кебетті. Мыналар ғой шошқаның торайы ұқсап шыңғырып жүрген. Комнатам қара түнек болып жатыр ғой, достар. Это у нас анпапипка from Pindodo. Мен весенний и летний заттар заказываем. Маған качествосы уже наватыр. Вау. Слишком дәу оның несі шалбары. Қазір киіп көреміз. Алдың анпапипкада мен мынаның типа осының сарысын заказ бергем. Енді осы жолы голубойын заказ бердім. Качествосы нормальный. Мынау менде мынаның белый бар и черный керек болған, как раз соны заказ бергем. Как раз он черный ғой. Стоит черный заказ бердім. Бай. Осындай бір бордовый футболка заказ бердім. Қандай фантазиямен заказ берген білмеймін пока что. О, как раз осындай оверсайз керек болып жүрген. Мен өгей киімдер заказ бердім, ал келесінде комнатаға арналған заттар. Вот как, бро. Мынау двойка, бірақ персиковый цвет, светлый. Цвет мен розовый заказ берген едім. Былай ішінен мынандай. Біз мама екеуміз китайский магазинге келдік. Ертең скоро айтыл уже. Сон заттар алып жүрдік. Осындай қоғын заттарын алып жатыр. Осыға мамам қоғысы керек. Мама не алып жүрсің? Мамам қоғысы. Мама не алып жатсың? Менің оқырмандарыма айта кетіп. Мамам бұрлап жатыр. Пока что мынандай ғана зат алдым. Платьялардың бәрі осындай. Короче, достар, біз айтқа дайындалып жатырық. Еще мен маловодный өмірімде бірінші рет барып көрдім. Мандай 40-та кезінде барған шығармын, но вообще барып көрмегем. И ол жақтағы адамдардың атмосферасы вообще бөлек. Андай, мен ата-анам Қытайдан келген, кто не знает. 2005 келді, мен 2006 жақта туылдым. И ана жақтағы кісілердің барлығы акцентпен сөйлейді да, и андай бір Қытайдағы бір ауданға түсіп кеткендей болдым да. Өте классно, еще барлығы андай ашық жарқын. Мына жақта мысалы акцентпен сөйлеп қалатын болса, Қытайдың акцентімен біз жақ болса қала аймақта бар деп
андай маймылға қарағандай қарайды кейбіреулер даже, а ол жақта прям очень классно. Қазір біз базарға келдік, мамамен бірге кинза анамнан алып жатыр. Мен күтіп отырмын. Осылай сонцы. Ал, давай, билеңдер, давай. На тупойлар осылай билеп тұр. Я пошла домой. Короче, мына жақта дастархан жайып жатыр. Мына хогоның соусы. Мына жақта мамам көтені. Минекей достар, у нас вот такая вот хога казан есть. А давайте я вам покажу. Мына жақта быт тұтқан торт жатыр екен. Бүкіл көрсетіп, бүкіл кірлерін бәрін ашам. Мына жақта мен 51 тюльпаным тұрған, ол жоқ уже. Жібек повар былай істеп жатыр. Мама, сен тастап тастадың ба? Ал мынау мен осындай stylish person болып тұрмын. Не. Что 여기 무슨 막고 쏘거든. Солдат жоқ қасында. Короче, достар, біз айтын заттарды әлі алып жүрген жоқпыз. Уже ночь. Алексеевкада тұратындар біледі, короче. Омар вот ең күшті оптовка. Біз де сол жақтарын аламыз заттарды. Мамам келе жатыр. Біз әлі заттарды дүкендеп жүрміз, әлі біткен жоқпыз. Мына қатын ойнай келген істеп жатыр. Білмеймін. Сол, короче, Нұр мен Омардың іші деген толып қалған ақшаны қырып жатыр. Де ойнайтым. Көріп отырса, сәлем, маған скидка жасаңдар. Мына қатын менің мамам. Оны көрсеңдер де скидка жасап бердім. Өз короче, Назерге қараңа. Биле. Аллелелепа. Біз магазға барып келе жатырмыз. Бұл апшубан деп. Таң қандай теңелер айтқан қалайсыңдар? Комментке жазып кетіңдер. Бля, сыртымыздан қарасақ. Вот смотрите на нее. Она странненькая. Вот эти девочки вот. Вот қараңдар, еще Макси часть алыпты. Мамамды қазір 900 теңгеге сындырамыз. Сындырмасақ мен рассрочкаға бөліп төлеймін. Рассрочка бермейді маған. Кас береді, вообще бермейді. Не ақ екен білмеймін. Или мен бұл қағет қалдым, бірақ хотя мен қашан алып көрмегем. Рассрочкаларны 2 рет алып көрдім. Ой, 2 рет еще мен рассрочный жапсадым. Можете из-за этого. В общем, Каспий KZ көріп отырсыңдар. Оп қойдық, шошып кеттім ғой. Каспий KZ көріп отырсыңдар, маған рассрочка ашып беріңдер десін. Бізде мынандай атмосфера. Үйге айттап келдіңдер достар, осылай дайындалып жатыр. Китайский заттар. Түнгі сағат 12:30. Бізде болып жатқан жағдай мынау. Мамам мына саңызны 1000 сағат жасадық үшеуміз деп. Біліп жүрсіз? I wanna da-da-da-da come in the bell. I wanna da-da-da-da-da come in the bell. Міне, вот мынаны 1045 сағат жасадық. Мынандай үлкен палочкамен жасайды екен, оказывается. I wanna da-da-da-da come in the bell. Мына аңсарын жатсын қарандар, ужас. Мына вообще гүлмен. Мои цветочки. I wanna da-da-da-da. Мына қатын жасады барлығын.
Ай қатын, привет деп қой қатын. Ане ойбай, астапыралла. Давайте сразу обзор көрсетеміз сіздерге. Айттың столы қандай болып шыққаны пока что. Вот. Пока что айттың столы осындай. Осындай. И осындай. Кстати, мынаны мен сердечко алып себе қойдым, қараңдар. I want to in the camera. Вау, аңсар, ты крутой. I want to in the camera. Мен қазір ұйықтауға дайындалып жатырмын, бетімді өшіріп, уже өшіп жатырмын, честно говоря, тұрмақ біткен. Поэтому ертең уже бізде айт. Қазір мен на видео монтирую, наверное, или нет, көреміз. Ертең кездескенше, ертеңгі күннің влогын өткізе алмаңдар, потому что ертең айт. And if you wanna give me ringing the bell, when it come, I be doing it and doing it.